Адамның құлағының есту жиілігі 16 герцтан 20 мың герцке дейін жетеді екен. Ал менің дыбыс өлшеуіш құралым 10 герцтің өзін сезе алады. Сондықтан да бұл алаңда тыныштық сақтау оңайға соқпайды. Бұл шулама шоуы және оның жүргізушісі мен Нұржан Еркінұлы. Бастаймыз. Сіздің әрбір қимылыңызды бас қазымыз дыбыс өлшеуіш құралы жіті қадағалап отырады. Дәл осылай тынышты сақтай білген ойыншымыз 100 мың теңге бас жүлдемізді иелене алады. Ойын менің ережеме сай өтетіндіктен оңай болады деп уәде бере алмаймын. Ей, тоқта. Шулама. Ал енді қымбатты көрермендер, шоуламаның бүгінгі қатысушылармен танысатын сәтке келіп жеттік. Отандық телевизияда ең тәтті фамилиясы бар жігіт Игорь Сахар. Мен газдашқа жүр, тоқтай енді шоу. Диана Қырықбайға қошеметтеріңіз қанекей. Осыған дейін қанша шоу жасап жүрген Асхат Садырбай бүгін тағы да шоу жасайды. Асхат Садырбай. Алға бас. Браво, браво. Жасұлан Базарбай. 5 секунд уақыт қалды. Ақылбек Жеменей. Сүйіп қалдым мен сені көріп, қызыл өрік. Мұрат Қожаға да қошеметтеріңіз. Шулама жаным, шулама. Вау! Кім таңдайды бірінші? Бірінші бар. Қыздың жолы жіңішке деп ұлдан басайық. Яна екіні. Ойынды бастаймыз. Алғашқы кезеңге қадам басайық. Азия жастарының кеңесі Қазақстан жастары үшін пайдалы әрі тиімді алаң. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі жастар кеңесінің 5-ші отырысында құрылым хатшылығының атқарушы директоры Қайрат Сарыбай осылай деді. Елорда төріндегі алқалы жиынға Катар, Иордания, Израиль, Палестина, Өзбекстан, Ресей, Таиланд секілді 15-ке жуық мемлекеттің өкілдері қатысты. Басқосуда Азия құрлығындағы студенттер алмасу, жұмыспен қамту, жастарды теріс діни ағымдардан қорғау, суицид, есірткіге тәуелділіктің алдын алу сынды өзекті мәселелер қаралды. Зиян болмай ма? Қазір тапсырманы орындайын. Ертең мен толып кеттім деп ренжіп жүрмейсіз ба? Енді менде толатын жерде қалмаған шығар. Толтыратын жер бар. Тиіп тұрған шығар. Баратын жеріне. Тапсырма былай. Осы картоп қатырлағын жеп шығу керек. Мына табақтан асырмай. Жасұлан, іске сәт дайын болсаң айт, біз бірден бастаймыз. Мен дайынмын. Бастаймыз. Неге? Мен ештеңе істеген жоқпын. Қатты ұстадың. Бір-біріне тигенде Аузын жайлап аш. сақыр мынандай. Жоқ, мен сақырдым ағыр. Игорь сақыр деп кетті былай. Мен біттім осымен. Біткеннен бірінші кезеңге бітті. Ештеңе етпейді. Дәмі көріп кетемін. Дауысын иә, ауыз тиіп. Жігіттер де ауыз тиісін осы топтағы. Мен ұтылып қалдым ба? Ұтылып қалдыңыз. Иә, орныңызға бара беріңіз. Алғаш тапсырмамыз дайын, оны орындауға кім шығады? Мен кішкене салмағымыз қардым да ашып тұр. Бұл енді Жасұланның ауласынан лақтырған тас деп есептейін бұны. Салмағымыз деген сөз. Диана, алдында тұрған картоп қатырлағы. Көп екен. Жоқ, жақсы көрмеймін. Жақсы көрмейсің, иә? Бірақ енді жақсы көрмесең де осыны жеу қажетсің. Дайын болсаң бастаймыз. Бісміллә, бастадық. Кеттік. Диана, кішкене ережені бұзып жатыр. Табақтың үстінде тұрып жеу қажет. Қайтадан түсіреміз. Ай. Диана. Диана, майсып тұр. Сен бір асықпай, кездесуде отырғандай асықпай, деп дәл солай болды. Игорь жөрігі майсып кәдімгідей. Жақында қызыл өрік деген бір алкогольді сусын шықты. Интернет желілерден байқап болған. Байқап көрдің ғой, иә? Енді біз ол сусынды алдырып үлгермедік, өйткені өте қымбат дейді ол. Және тек тойларда ғана беріледі дейді. Таптырмайды дейді, иә. Алдында тұрған газ алған сусын, темір құтыда тапсырма. Осы құтыны 30 секундтың ішінде артық дыбыссыз ашу. Бастаймыз.
сосын қарапайым тапсырма сияқты, бірақ артық шығармау қажет. Сусынның газы шыққанда артық шыққан жоқ, бірақ қазір темір есеп. Ақылбек, тұр, анан бүйтіп басу керек еді. Газы шықты, артық дыбыс болмады. Мінекей, осылай қолмен жауып тұрып ашу керек еді. Мүмкін келесіде тапсырманы орындарда жақсылап ақылдасу керек сияқты, я? Ақылбек әрине ақылың жетті жасауға, бірақ кішкене ептілік жетіспей қойды ғой деймін, сәл шулап қойдық. Ештеңе етпейді, тобыңа бара берсең болады, және топтастар бір-біріңді қолдап, қошеметтеп қойсаңдар болады. Осылайша екінші тапсырманда 0-10 тобындағы ешкім орындай алмады. Қолға алып болса да тіске салу, бәрін қолдануға болады. Ең бастысы шулама. Дайындалып алайын. Дайынсың ғой. Бастаймыз. Алғашқы. Ай-ай-ай. Мен газ ашқанша тоқтай енді ашу айтшасын. Бүйтіп ашы салу керек. Иә, үй жаман, жұмыс қалай? Бәрі жақсы ғой. Тек тапсырманы қатырмадық, қалған бәрі жақсы, иә. Топқа ешқандай ұпай әкелмедік, иә. Енді асқап қой, біз асқапқа сеніп келдік. Жай, топтағы жігіттерге сәлем айта сал. Болмай жатыр деп айт әзірге. Сәтсіздіктің себебін анықтап көрейік. Неге екі ойыншы топтағы өзіне берілген тапсырманы орындай алмады? Асығыс үсігіс жүріп үйренген адамдармыз, біздер әрқашанда жолда жүреміз, анда әрқайын отырып ештеңе істеп көрген жоқ. Бәрі асығыс істер жасаған. Соның бір себептері болуы мүмкін. Қазір 30 секунд уақыт береміз. Мына жабысқан қағазды пычық дейді ғой, болмаса орысша липучка дейді. Осыны ашу қажет. Дайын болсақ бастаймыз, кеттік. Мен өзім жалпы осындай киімдер жақсы көремін. Асыққанда киюге оңай. Бірақ кейбіреулер бар, осындай дауысты естігенде денесі түршігеді. Өйткені олар үшін ең жағымсыз дыбыстардың бірі. Мұратта 10 секунд уақыт қалды, ол әлі жартысына жеткен жоқ. Өте алмайтын сияқты. Болды. Уақыт болып қалды, 30 секунд тезек өтеді. Қазір өзіңе берген тапсырманы орындасаң, тобыңды алға жетелейсің, 5 ұпай әкелесің. Ай қайдам, маған дейін небір мықты ойыншылар істей алмаған нәрсені мен істей аламын деп айтамын. Бірақ енді талпынып көреміз. Бұл тапсырмалардың барлығын орындаған, тіпті Дәл мынаны орындаған адам бар ма? Орындаған адамдар өте көп. Жоқ, мен өзім талай әншіге небір сынақ ұйымдастырып едім, бірақ дәл мынандай жағдайға өзім тап боламын деп ойламаппын. Жақсы көреміз қазір. Өмір осылай. Иә. Бастаймыз. Осылай жұртқа сынақ жасап жүрген адамдарды біз сынақтан өткіземіз. Өмір, кезек деген осы. Ай, Асқат! Молодец, орындадық. Бұл немене деп лақтырып жіберсей тағы да. Асқат! Жоқ, біз 5 балл алдық. Өте қатты Жоқ, біз 5 балл дыбыс шығардың, қатты шуладың, әдемі алып келе жаттың. Бірақ ең бастысы, сен көрдің бұл тапсырманың қалай екенін. Бастапқыда ашылғанын көрдің ғой? Ашылды, артық дыбыссыз, демек солай жалғастыруға болады, иә? Сәл бір қателік кетті, ештеңе етпейді. Елімізде созылмалы дерттен қайтыс болғандар көбейген, әсіресе экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдермен салыстырғанда біздегі ахуал өте нашар деді кешегі үкімет отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Медицина саласына бөлінген қаржы көлемі артқанымен қордаланған мәселелер шешімін таппай отыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі тиімді болмады, нақты нәтиже жоқ. 3 миллионға жуық адам медициналық сақтандырудан тыс қалған. Соның кесірінен олар денсаулық сақтау саласындағы қызметтері толық пайдалана алмайды делінген президент үкіметке медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіруді тапсырды. Тәулігіне тоқтаусыз жұмыс істейтін ауруханалар 4-5 сағаттан ота жасап, шұғыл операциялық орындарды іске қосты. Вирустық инфекцияның таралу жолдарын ауыздықтай отырып, науқастарды жоспарлы және шұғыл қабылдайтын мекемелер шетелдегі ғалымдармен тығыз байланыс орната бастады. Жыры ұзын, жігіт деген ән жасады болады. Мойынға орай бастады. Сәлде болса 1 метр болса да мойынға басып жатыр. Дұрыс. Дыбыс өшкіш құрал сары түске дейін жетті. Ең бастысы қызыл болмау. 10 секундтан аз уақыт қалды. Марат.
өлтіремін. Ай. Қанша қалды? Кішкене ғана қалды. Кішкене қалды. Жақсы келе жатты. әдемі кетірдім. Иә. Уақыт бар еді ғой. 7-8 секундтай уақыт бар еді. Егер сол қатты болмағанда 3 секунд қалды. Уақыт бойынша да үлгермейтін едік, иә? жоқ үлгеретін едім сат тарта салғым керек еді тіп-тіке қылып. Асқа темірге жақындық бар ма? Автокөлік жүргіземіз, иә? Бұзылып қалған кезде темір тесекті қолға ұстап көргенбіз, әлде бірден Әкем механик. мамандар шақырамыз. Әкем механик. Әке механик. Иә. Жарайды. Асқат, алдында тұрған темір шелектегі шынжырды сен 45 секундтың ішінде алу қажетсің, артық дыбыссыз. Алып қолыма ұстап тұруым керек па? Әлде жерге қою керек па? Шелектен алсаң болды. Шелектен толық шынжыр Шынжыр шықса бітті. Иә. Түсіндім, кеттік онда. Бастаймыз. Асқат шелекке шынжырдың барлығын салып, бірден алмақшы. «25 секунд уақыт бар әлі. Асықпау қажет. Артық дыбыс шығуы мүмкін. Браво! Жарайсың. Мінекей, механиктің баласы өзінің әкесінің мақтанышы деп айтсам болады. Жарайсың, Асқат. Осыған дейін қарсыластарың шынжырды жаймен құдықтан су тартқандай тартып тұрғанда сен жақсы әдіс пайдаландың. Шынжырды ішіне салып, бірден артық дыбыссыз алдың. Жалпы құрылысқа қалай? Жақынсың ба? Енді құрылысшы емеспін, бірақ әйтеуір қолымыздың ебі бар сияқты. Иә. Жазда үй салып көрген жоқсың ба? Үй салғанмын жалпы. Иә. Онда тәжірибе бар ғой. Тәжірибе бар. Қалай қыламыз? Осыдан пирамида құраймыз. Көрермендерің барлығы тағатсыздана күтуде, дайын болсаң бастаймыз. Дайынмын. Бастаймыз. Қазақта үй салу деген жыл сайын болатын нәрсе. Ең болмаса сарай саламыз, монша саламыз. Бірақ құрылысқа жақын халық деп көрші елдерде айтамыз. Ақылбек шынында да ебі бар екен. Мінекей 3-ші қатарда қалады. Әлі 20 секунд уақыт бар, асықпаса болады. Асықпаса болады. Жарайсың, Ақылбек, тамаша, өте керемет. Керемет. Қызың жиған жүгіндей. Мына жүзігімді саған бере тұрайын. Маған бөгет жасама. Маған жарасады деп ойлайсың ба? Меніңше игрға жарасатын сияқты. Сен бұлындай құтыларды жинамасаң да қазір саған жинатамыз. Бірақ пирамида қылып. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз. Дайынмын. Бастаймыз. Өте қымбат әшекейге ұқсайды. Бірақ әрқайсында Made in China деген жазу бар екен. Енді 2 қатар қалды. 3-ақ құты. Ең соңғы құты. Жарадың, Диана, жарадың. Қолыңды алып қояйын. Рахмет. Сен қазір ғана өзіңнің қолыңды алға шығарың. Сен соны түсініп тұрсың ба? Түсінтір, мен сағатқа да мына көрсеткішке де қарайтын жағдайым болған жоқ. Сен ештеңе қараған жоқсың, тек өз жұмысыңды істедің. Жарайсың, Диана. Мен сен тағы бір мақтайын. Дәл осылай қылып Ақылбекті жинаған. Бірақ сен Ақылбектен де түзу қылдың. Оқтай, мінекей, келіп қараш төбесінен. Мәссаған. Шында да керемет. Иә. Қымбатты көрермендер, біз екінші кезеңнің 3-ші тапсырмасын орындауға дайынбыз. Нөлен тобындағы ең беделді нөл деп айтайын, иә? Беделді нөл образында жүрген Жасұланға тапсырма. Мына сыйлық қорабын ашу. Мен отырам деген жерге Қанша уақыт кетеді? 45 секундтан көп кетеді. Онда отырып ал, жарайды. Отырып алсын, сосын дайынмын дегенде бастасын. ет жейін деп отқан адам құсап, міне. Мінеке малдастық құры осылай. Тыныш отыр енді. Аузын жайлап ашы. Бастаймыз. Сырттан қараса,
үлкен бір баланың үлкен сәбидің сыйлық ашып отқан картинасының иллюстрациясы сияқты. Лента алынды, яғни әшекей жалтырақ қағаз ғана қалды. 20 секунд кетеді қазір, оның 15 секунды қалды. Жаслан қазір ішінен өзінің сүйікті ойыншығын таппаса жылайтын бала сияқты olur. Деген ай! Несақ секунд уақыт қалды. Жаслан бір қызығы, сырттан қараса, кәдімгідей бір Панда отырып алып. Панда отырып алып, егерде сол қораптан өзінің сүйікті ойыншығы шықпаса жылайтын бала ұқсап отырды. Тапсырма орындалмады, уақыт бойынша да үлгермей жетті. Мүмкін болатын бет соңғы секундтарда, бірақ қатты дыбыс шықты. Ешкім еркелетіп саған сыйлық бермейді ма? Ондай сыйлық көп аласың ба? Сыйлықты көп алам, бірақ еркелетусіз да. Еркелетпейді ешкім, иә? Біз саған Еркелетіп сыйлық жасап отырмыз. Рахмет. Кішкене отырып тұрасың ба, әлде отырасың ба? Былай отырып алайын. Жаслан бізге бастап берді ғой. Бүгін енді қатысушыларымыздың барлығын арнайы шақырғаннан кейін көп еркеліктерін көтерудеміз. Отырып алайын, кішкене жатып алайын, молдаш құрып алайын. Қазір жасланған жақта біз тамақ беріп жатырмыз. Енді Игорь, дайын болсаң, біз бастаймыз. Дыбыс өлшеуішті ұмытпа, сонымен қатар уақытты да естен шығарма. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Бастаймыз. Жалпы Игорьді қалай еркелесе болады? 2-3 деп айтса болады, е? Біз еркелетіп сыйлық берудеміз, қалай көреміз, сыйлығын аша аламын, әлде жоқ па? Қазір ғана дыбыс өлшеуіш сары белгіге дейін жетті. Демек, бұл жақын деген сөз қызыл белгіге. Ай, Игорь! Қолмен жап деді қой, Игорь саған. Мен тырнағым жоқ, сондықтан енді алмадым мен. Білмеймін. Игорь, ештеңе етпейді. Мүмкін тіспен тарту керек пе? Тісіндегі темір тиіп кетеді деп қорықтың ба? Тіспен тарта алмаймын ешнәрсе. Ауыртады да. Түсінікті. Жарайды, ештеңе етпейді. Қалай болғанда да тобың алда келеді, тобыңа барып, бір-біріңді құттықтасаңдар болады. Тобың қабылдамайды. Президент үкімет отырысында ауыл шаруашылығы саласында шағын қожалықтарды қолдауды тапсырды. Яғни олардың өнімдері ірі сауда орындарында делдалсыз арзан бағада сатылуы тиіс. Мемлекет басшысының бұл бастамасы сыр өңірі диқандарын қуантып отыр. Өйткені аграрлы аймақтың басты тіршілік көзі егін шаруашылығы. Облыста әлеуметтік маңызы бар ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге толық әлеуеті бар. Тек бау-бақша, көкөніс дақылдарын өсіретін ауыл еңбеккерлеріне мемлекеттен қолдау жетіспейді. Енді президент пәрменінен кейін шағын шаруа қожалықтары үшін өз өнімдерін нарыққа шығаруға мол мүмкіндік туады. Егер осы жоба жүзеге асса, базардағы бағаның төмендейтіні анық дейді сала мамандары. Деген ай, уақыт жетпей қалды. Уақыт жетпей қалды. Ең бастысы уақытқа да қарау қажет. Деген ай. Өтіп көре берші. Өтіп көре бер, қалай өтеді. Болады екен өтуге. Бірақ қоңырау қатты дыбыс шығады, сондықтан да 0-10 тобы бұл кезеңде 0 ұпай жинады. Қызы болғаннан кейін жүрген жерінде тарс-тұрс етпесің бе, әлде тыныш жүретін адамдардың бірісің ба? Тыныш жүрем. Айқайға жақын емессің ғой? Жыныма тисе, шаш тастай алам бәрін. Дайын болсаң айт, біз бастаймыз, саған сәттілік тілеймін. Дайынмын. Бастаймыз. Дәл
әкеңнің үйіне кірді ғой есікті теуіп. Әкеңнің үйіне кіргенде көрсетсең. Есіне шығып кетті мына бар екен. Игорь, бір нәрсе айтайыншы, ана жерде сылдырлайтын нәрсе бар. Иә, есіңнен шығып кетпесін. Жарайсың, Игорь. Қиын екен. Браво, жарайсың. Тығылып үйге бірінші кіруден бірінші орын алдым. Сондай болып тұр. Көптеген мысалға жиналыста, жұмыста кешігіп келсең, осылай есікті жаймен ашып кіріп кететін шығарсың, ешкім көрмейді. Содан тәжірибе жинаған. Тәжірибесі бар яғни. Сол тәжірибең саған көмектесті және тобыңа тағы да 15 пай алып келді. Ел жаңалықтары. Украина орталығындағы Винница қаласында зымыран соққысынан 23 адам қаза тапты. Арасында балалар да бар. Опат болғандар бұдан да көп болуы мүмкін. 40-тан астам адам жоғалғандар тізімінде. 100-ден астамы жараланған. Алдын ала мәліметтерге қарағанда 3 зымыран кеңсе ғимаратына, офицерлер үйіне, тұрғын үйлерге және юбилейный тұрмыс үйіне түскен. Оқиға орнында өрт тұтанды. Украина әскерилерінің мәліметінше калибр қанатты зымырандарымен соққы жасалса керек. Президент Зеленский шабуылды ашық түрде террористік әрекет деп атады. Ал Ресей тарапы азаматтық нысандарға соққы берген үнемі жоққа шығарып келеді. Дайын болсаңдар айтыңдар, біз бастаймыз. Біз дайынбыз ба, жігіттер? Дайынбыз. Дайын. Біз дайынбыз. Бастаймыз. Қыз дайын болса, біз дайын. Кеттік. Алғашқы лақтырулар өте сәтті өтуде. Өте керемет ойнауда әзірге 0-10 тобы. Не деген ұқыптылық. Басқа мен Жасланнан дәл осындай ұқыпты ойын күтпедім. Жаслан жарап тұр. Ақылбектің мынадай қақпағын көрдіңдер ме? Нағыз қақпашылар секілді. Керемет. Жасланның лақтырғаны кішкене қиыстау болып жатыр, бірақ дегенмен де Ақылбек барлығын қағып алуда. Мінекей. Айтып қой, Жаслан бір қателік жіберді. Жасик, сен таяқ жейсің, Жасик. Бірден айтайын. Керемет ойын болды. Тамаша, өте сақ. Ең соңғы сәтте 2 рет ойынның шырқын бұзды. Шырқымызды бұзып жіберді ме, Жасик? Шырқын бұзды. Ал енді сәтті қағып алғандар да жоқ емес, сондықтан да Жасланды кінәлай беруге болмайды. Және жинаған ұпай саны қанша деп ойлайсың? 150. Тағы қандай нұсқа бар? Миым жетпеді. 10 рет қаққанда 50, 10 рет қаққанда 5 рет көбейтеміз. Ақылбек, сенің есепке шорқақ екенің маған жақсы өткен, екеумізден тойға шығатын болдық қой, сондықтан да сен алда болмай екен. 160 ұпай жинадыңдар, құттықтаймыз. Жігіттер, ойындағанда біз дамыз. Қыз дайын ғой. Қыз әрдайым дайын. Қыз дайын болса біз дайын. Бастаймыз. Кеттік. Жаман емес. Алғашқы сәтте өте жақсы өнер көрсетілді. Алғашқы қателікті Игорь жіберді. Диана қателесті. Тоқтамау қажет. Ойнай беру қажет. Еш тоқтамай. Диана дәл осылай ұқыпты лақтырды деп шынымды айтсам ойламаппын. Қазір қабырғаға тигенмен, бірақ артық дыбыс шықпады демек. Дыбыс өлшеуіш құралымыз оны сезбеді. Бұл топта тек Игорь ғана әзірге сәтсіз лақтырып жатыр. Диана да қателесті.
Стоп! Уақыт болды. Тоқтатамыз. Егер лақтырма, басымыз жарасың біздің. 28 рет сендер жақсы қағып алдыңдар. Жақсы ғой көрсеткіш. 110 ұпай жинадыңдар. Ол тамаша. Бірақ өздерінің қарсыластарыңның рекордын қайталамағанмен жақсы өнер көрсеттіңдер. Менің сұрағым келіп тұрғаны, Игорь не істеп жатыр жақта? Қалай лақтырып жатыр? Игорь менің ойымша өз-өзбе ойнап жатыр. Лақтырып өз. Ол білет, Игорь қызға лақтырып жатқан, ыңғайлы етіп лақтырудың орнына көрдің ғой қандай лақтырған. Сондықтан да қазір осы кезең аяқталғаннан кейін Игорьді жақсылап тәртіпке салып жарай ма? Мен тырысам. Алматыда рейдерлік әрекетке барған қылмыстық топ ұсталды. Олардың мемлекеттік органдармен байланысы бары да белгілі болды. Бұл туралы қалалық экономикалық тергеп-тексеру департаменті хабарлады. Қылмыскерлер зорлық, зомбылық, қоқан-лоқы, бопсалау арқылы еліміздегі белгілі кәсіпкерлерді өз мүлкін тегін беруге мәжбүрлеген. Бүгінде Алматы облысы мен Алматы қаласында олардың рейдерлік шабуылына қатысты 4 дерек анықталды. Қазақстанның тағы 3 облысында осыған ұқсас қылмыс жасалғаны жайлы ақпар бар. Диана, құлап қалды. Диана, бері кел. Сен барлығын тарсылдатып, соғып. Не болды саған? Бірінші рет отырып тұрсың ба? Сен білесің ғой. Рөл ауыр. Мен жігіттерге бір кеңес айтайыншы. Айта ғой. Жігіттер құлаудан қорықпаңдар, ауырмайды екен. Осылай жігіттер қорықпаңдар. Қыздың жігіттерге қорықпаңдар деген әрине бір түрлі естеді. Жарай, дегенмен батырлығың үшін, батылдығың үшін саған ризамын. Рахмет, көп-көп осы жерге тұра бер. Енді біз жанкүйеріміз екенбіз. Ай-ай-ай, Диана, қарап тұрсың ба? Басқа көмектесте өзің тобыңдағы. Игорьдің батылдығы үшін қазір қол соғып қойға болады. Әдемі құладың, сен тіпті барлығын қиратудасың. Оның барлығын сенің жұмысына хабарласып, жалақыңнан ұстап қаламыз. Игорь, не болды? Қорықтың ба қалай екен велосипед жалға? Алғаш рет отыру, қандай сезімдесің? Қорқынышты емес, мінуге болады, иә? Не себептен сен осыған дейін велосипедке отырмағансың? Ол не деген балалық шақ сенде велосипедсіз өткен? Менде балдырған болды. Балдырған болды. Бірақ мынандай жаңағы велосипед. Келесі кезеңге өтпедің ба балдырғаннан кейін? Бірінші турда қалып қойдың кейін бе? Иә. Ең басты еш жерің ауырған жоқ, иә? Енді жаңа үндемей ауырған жоқ па? Сынған жоқ қой ештеңе? Асхат бас тартады деп ойламайсың ба? Осы екеуін құлағаннан кейін қорқып? Тартпай. Ол қорықпайды ғой? Менің ойымша Асхат жақсы өтеді, өйткені ол намысшыл жігіт. Біздің құлағанымызды көріп, менің ойымша оның қазір қаны қайнап жатыр. Онда біз Асхаттың өткенін тамашалайық. Егер де Асхат дәл осы турдан өтсе, онда біз финалға шығатын мүмкіншілігіміз бар. Егер өтпесе, біздің көңіл күйіміз түсіп, үйге қайта берсек болады. Асхатты ұрып қайтамыз үйге. Мүмкін сені. Мені? Мен қандай күнәм бар? Асхат дайынмын дейді. Бастаймыз. Кеттік. Уайымдама, нормально, түзу. Ай-ай-ай. Аяғың тиіп кетті ма? Алғабас тобының 3-ші ойыншысы да бұл тапсырманы орындай алмады. Дүңгелек қисайып кеткен сияқты болды да, сосын аяғым тиді бір бөшікке, содан кейін бақылау жоғалтып олдың ғой? Иә, бақылау жоғалды. Ай-ай, ал енді қара. Сендер ұпай санынан қалып келесіңдер, 10 ұпай. Қазір сендер қарсыластарының арқасында Құдайға шүкір. Иә. Енді былай болады, егер қарсыластарының барлығы өте алмай, арасында біреу егер де бас тартатын болса, онда гранд финалға сендер өтесіңдер. Демек сендерде әлі үміт бар. Біз соны тілейміз. Иә. Біз осыған дейін тілемегенбіз, ол кісілер тіледі, бірақ енді біз де тілейміз соны. Кішкене қобалжып тұрған сияқты, бірақ өзіне сенімді, ең бастысы қобалжу, толқыныс болғанмен алғашқы тапсырмадан жақсы өтеді деген ойдамын. Әзірге ұпайда алда келе жатыр 10 ұпай. Ұтып келе жатыр, сондықтан да ең бастысы осы ұпайды сақтап қалу, е? Жоқ дегенде. Мұрат, дайынбыз ғой? Кеттік. Ай-ай-ай. Әттеген-ай. Әдем өтіп келе жаттың соңғы кезде аяғың тиіп кетті. Қайқа тиді? Мына қабырғаға. Аяқ тиіп кетті. Мүмкін емес аяғым тиюі. Мен қазір көрсейін ба қай жердің майысып қалғанын содан кейін?
аяқ дейді. Ол Игорьдің майыстырғаны. Негізі өтті ме? Негізі өттің. Ең бастысы құлаған жоқсың. Еш жерің ауырған жоқ, солай ғой? Ақылбек, саған сенеміз. Дайынбыз ғой? Сен бізге сенбе. Ақылбек дайын, кеттік. Кеттік. Ай. Сенген қойым сен болсаң дейді. Неге өттің? Рөл кетіп қалды кішкене. Қайда кетті? Сол қайда кеткен табылмай қалдық. Сәл. Біз саған сеніп тұр едік осы Бірақ топтағы. қобалжып кеттім шынымен. Жасланға осы биіктен жаяу түсіп өтудің өзі экстрим. Бірақ дегенмен қазір велосипедпен өтіп көреді және біздің шығармашылық топ осы уайымдап отыр. Шайтан арбамызды сындырып тұрмаса, бүктеп әкелмесе деп. Нағыз енді жасик сындырып тастап жатса, орнына жаңасын алып береміз. 192 килограмм Жаслан ешқандай қорғаныс киімдерін, бас киім және қолғап секілді шынтақты қорғайтын ешқандай киімді кимей былай-ақ өтем деп отыр. Енді кие алмайды ғой енді. Сыймай жатыр Жаслан. Егер Жаслан дайын болса бастаймыз. Жаслан дайынбыз ба? Бастаймыз, кеттік. Жаслан. Мен түсінбедім, не болып жатыр? Жаслан келе жатыр. Сендер Жасланға айттыңдар ма? Жалпы ережені? Жаслан, сұрақ өте көп, мен қайсынан бастарын білмей тұрмын. Біз қалай өттік жалпы, ережемен кішкене таныспыз ба? Таныспыз, мынау шайтанның арбасының үстінде отырып мынадан өту керек. Иә? Өттім. Велосипедті теуіп өту керек. Енді Өткеннен кейін деп емес. Өтіп келе жатқанда тебу керек еді. Ешқандай балл берілмейді. 0 ұпай. Елордада 7 жасар бала көліктің астына түсіп қаза тапты. Полиция департаментінің мәліметінше кеше кешкісін велосипед теуіп жүрген ойын баласын кроссовер жүргізушісі қағып, бала дене жарақатынан оқиға орнында көз жұмған. Қазір қылмыстық кодекстің 345 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Көлік жүргізушісі 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгінде республика бойынша медицина қызметкерлерінің жұмысы жандана бастады. Санитарлық нормаға сәйкес дезинфекцияланған құрылғыларды қолданып, антисептик пен тазалық төсеніштерін төсеп, маскалық режимде жұмысын бастап та кетті. Сәйкесінше ауруханалар қалыпты режимде науқастарды қабылдап жатыр. Жалғыз ғана бір Ақылбек Жеменей. Неге бірінші болып сен бастайсың, соны айтшы. Шоуды соңына қарай қалдырып отырсыңдар ма? Иә, қызықтың бәрі артта, сондықтан басын бір жол көрсетіп жіберейін ба деп отыр. Дұрыс. Ал енді мынаны табыстаймын. Сен ұстай тұр, мына киіп алайын. Киіп ал. Ақылбек, дайын болсақ, қайтамыз дайынбыз деп. Кеттік. 1,5 минут уақыт, артық шусыз, дәл осы тапсырманы орындау қажет. Ақылбектің алғашқы қадамдары жаман емес. Бірақ кішкене Ақылбек өте жай келе жатқан сияқты біраз уақытын жұмсап алды. Қазір енді ең қиын бұрылыстардың біріне еді. Оның үстіне 1,5 минут артта қалды, 1 минут уақыт қалды. Тамаша. Уақыт өте аз қалды. Асықпа. Қанат деген ай, Ақылбек! Қайдан шыққанда? Әдемі жерден қайдан шыққанда бұрыннан тұр осы жерде. Керемет өттің, ешқандай кедергіге жанаспай. Ай, деген ай. Жақсы өттің. әдемі келе жатыр. Оның барлығын есепке алу керек микрофонның өзін. Мына жерден былай өте салуым керек еді ғой.
өте сал сонда өзің мәке. Қазір келесі. Жара ештеңе етпейді. 20% істеп кеттің да мен. Сенімді болып кеттің Сенімді болып кеттім. Өзіңе қатты сеніп кеттің ба? Соның кесірінен шығар. Алған қазақ жігіттері сенім артқан жансың халығын өттері. Ал енді Мұрат әндетіп тұрып қолдау көрсетіп жатырмыз. Алға сәттілік тілейміз. Ой. Бұл біздің бағдарламадағы кәдімгі рекорд. Мәке, Көрінбей тұрған негізі байқалмайды. аяғым. Мәке, қателікті деймін негізі ба? бар ғой, былай бастау керек еді маған. Оң аяқпен Сол ғой. қадам жасау керек еді. Ал енді қазір осы 0-10 тобындағы ең соңғы ойыншы қазір, үміт, басты үміт және жалғыз ойыншы қалған осы тапсырманы орындайтын Үмітім гүлім үмітім гүлім дайын тұр. Иран бақтағы Және Жасұлан айтқан әңгімесін естідіңдер ме? Мұраттан озсам болды дейді. Осындай мақсат қойып отырды алдына. Басаймыз. Кеттік. Екемді болады осындай жігіттер. Абайда. Мұрат өте алмаған жерден өтті, яғни өзінің мақсатына жетті. Аяғы тайып кетті Мұрат. Енді Жасұланның аяғы тайып кетті. Енді мына жерден қалай өтеді екен? Бүктеліп тұрып өту қажет. Уақытты мен есептеп тұрмын, барлығы санап отырмын. Бала әдемі келді. Әдемі келе жатыр. Өте тамаша келе жатыр. Айттық қой, мүмкін осы Жасұлан өтетін шығар. 50 секунд уақыт қалды. Асықпа. Мәселе денеде емес, дене бітімінде емес, тіпті салмақта да емес, ең басты икемділік, ұқыптылық. 30 секунд уақыт қалды. Осы жердің барлығын 1 минутта өткен адам 30 секундта осы жерден өтеді деген ойдамыз. Фантастика, адам сенбейтін нәрсе. Жасұлан қазір өтіп келе жатыр. Шалдың баласы. Мінекей қымбатты көрермендер, біз айттық, шулама шоуында бәрі де мүмкін. Дене бітіміне, салмаққа ешқандай қатысы жоқ. Жеңіс құтты болсын. Алға қойған мақсат, үміт және ұқыптылық ең бастысы шуламау қажет. Жарайсың. Ешкім күтпеді, біз күтеміз деп. Шын жүректен айтқанмен, бірақ сенбедік қой, мойындаймыз, сендік қой. Арқа сиіп кете ма деп қорқып, тиге бірақ. Енді бұлар 5 000 теңге наушын сенеді. Енді құлата берсең болады. Ештеңе қылмайды. Рекорд ордың ұрмадың ба? Ордың. Рекордтың тас талқанын шығардың. Ура. Енді қайтеміз? 25 000-ді өзіне бере саламыз ба? Жоқ, келісім. Бағынан бері ақша керек деп тұр еді. Оның бәрі қалжың. Бізде басты мәселе ақша емес. Енді осы 25 000 алған күннің өзінде қалдай ғой. Тиынна дейін бөлем. Тиынна дейін. Барамызды бәріміз бір жерден тәтті қылып тамақ ішеміз. Одан кейін. Сол біздің тамақтан артылмайды ғой. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз куә болғандай, бүгінгі гранд финалдың жеңімпаздары анықталды. 0-10 тобы бүгін 25 000 теңге ұтып алды. Құттықтаймыз шын жүректен. Және ең бастысы біздің ең аса күрделі деген тапсырмамызды ойдағыдай орындап шыққан Жасұланға тағы бір қол соғып қояйық. Тамаша. Мінекей 25 000 теңге ақшаңды ала қой. Маған ақша берсе 25 000 сурет беріп отқаныз. Осы суретті ақшаға ауыстырып аласың. Қаяқта банкте ме? Біз қазір мекен-жайын артына жазып береміз мына жерге, Жарайды. Қатысқандарыңа көп рахмет. Игіліктеріңе жаратыңдар және басқаларға да сәлем жолдаңдар. Өтуге болады. Біздің тапсырмалардың барлығын орындадыңдар. Көрерменге жолдама айтып жіберсең. Енді мен алған ақшаға бұларды көрсетіп отырмын. Амалға тұр, енді басында келісіп қойғанбыз. Құрметті көрермендер, бәрі таза, бәрі әділ.
шуламай отырып шулама шоуын тамашалаңыздар. Шынымды айтсам, Жасұланның қалай өткенін білмей тұрмын. Мен де қайталап көрейін Жасұланның ерлігін. Мен оған қарағанда кішкене еттімін және жарайды, ештеңе етпес. Ең бастысы Ақылбек Жеменеймен дуэт айтатын болдым бүгінгі бағдарламадан кейін. Келесі аптада Қазақтан қарағанда кездескенше шулама. Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры.